Сәлеметсіздер ме? Бірінші тоқсан бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп, есептеңіз. Төбірасты 3-ті жазамын, көбейту. Төбірасты 17-ні жазамын. Мұндағы 85-ті қалай жазуға болады? 17 көбейту 5 деп жазуға болады. 17 көбейту 5. Қосу минус 6-ның квадраты төбірастынан шыққан кезде былай аламыз. Минус 6. Так. Төбірасты 3 көбейту төбірасты 17 мен төбірасты 5-ті әр қайсысын жеке-жеке квадрат төбірдің астына алып жазамыз. Төбірасты 17 жойылып кетеді. Төбірасты 3-ті төбірасты 5-ке көбейтсем, төбірасты 15 қосу 6. Келесі есеп, кестені толтырыңыз, әр бағанға кемінде 2 саннан жазыңыз. Нақты сандарға натурал сандарды жазуға болады, бүтін сандарды жазуға болады, кез келген сандарды жазуға болады. Мысал ретінде де 0 жазуыңызға болады, 4-тен 3-ті жазуға болады. Ал иррационал сандарға төбірасты 2-ні жазуға болады, пиді жазуға болады, болмаса тағы да өзіңіздің мысалдарыңызды келтіресіз. Так, көбейткішті түбір белгісінің астына алыңыз. Квадрат түбірдің астына енгізу үшін біз бұны квадраттаймыз. 9х квадрат көбейту 5, яғни квадрат түбірдің астына алдық. Енді 9 пен 5-ті көбейтем, 45х квадрат. Ары қарай минус 2-ні квадраттаймын, 4х квадрат көбейту 17. 17-ні 4-ке көбейтем, мұнда 34, 68х квадрат. Өрнекті салыстырыңыз. 3-тен 1 төбірастында 54 және төбірасты 15. Мен бұлай жасаймын. 3-тен 1-ді квадрат төбірдің астына енгізем. 9-дан 1 көбейту 54. 54 пен 9 қысқарады, төбірасты 6. Сонда төбірасты 6 үлкен бе, әлде төбірасты 15 үлкен бе? Сіздер уже салыстыра аласыздар. Келесі 5-ші есеп, өрнекті ықшамдауымыз керек. Мына жерден мен тең болады деп жалғастырамын. Енді қарайық. Мына алымына А қосу 2 төбірасты А қосу 4. Төбірасты А қосу 2-нің жоқ, оны бермейді екенді. Онда жай ғана жазып қоямыз. А қосу 2 төбірасты А қосу 4. Оны кубқа келеді бізде. Бұл береді А төбірасты А минус 2 А қосу 2 төбірасты А қосу 4. А куб минус Б кубты береді. Көбейту А минус 4, азайту, минусты жақшан алдына шығарып жіберсем, 3 азайту төбірасты А болады. Так, керек емес. Мына екеуін қысқартып жіберуге болады. Мына екі жақшаға жүктеуге болады. Төбірасты А минус 2, төбірасты А плюс 2. Төбірасты минус 2. Так, мынаны мен жаздым алымына шығарып. Минус 3 азайту. Мынаны тіпті бұлай жасамай қоюға да болады екен. Солай төбірасты А қосу 3 деп жаза беруге болады. Тағы да қысқаратындарды қысқартып жібереміз. Төбірасты А қосу 2 минус төбірасты А қосу 3. Сонда жауабында 5 шығады екен. Мұқияттап қарап алыңыздар. Мына жер минус. Мына жақшаны былай жазбай қоюға да болады. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз. Ол үшін былай жасап алайық. А төбірасты Б, екеуінен төбірасты А, төбірасты Б-ны шығарып жіберсем, мұнда қалады төбірасты А, қосу мұнда төбірасты Б қалады. Екеу қысқарып кетеді. Төбірасты А-ны
жерде а қалды ғой, соны түбірасты а көбейту түбірасты а деп жазуға болады. Сосын бөлімінде түбірасты а бар, түбірасты а қосу түбірасты б. Енді бөліміндегі рационалдықтан құтылу үшін екеуі қазір онысы да қысқарып кетеді. Түйіндесіне көбейтем, түбірасты а минус түбірасты б, түбірасты а минус түбірасты б. Бұл бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша а квадрат минус б квадратты береді. Сонда а минус б, мына әрқайсысынан көбейтсем, а минус түбірасты а б болады. Жетінші есеп. Қабырғасы y сантиметр, ауданы x сантиметр квадрат болатын шаршы тәріздес мата берілген. Шаршы қабырғасының ауданына тәуелділігін өрнектейтін формуланы жазыңыз. Шаршы тәріздес мата берілген, қабырғасы y, ауданы x. Шаршы қабырғасының ауданына тәуелділігін өрнектейтін формуланы жазамыз. Яғни сіздерде x тең болады, y квадрат болады. Себебі шаршының ауданы табу үшін қабырғасын өз-өзіне көбейтеміз. Алдыңғы пункттегі тәуелділік графигін тұрғызыңыз дейді. Шаршы қабырғасының ауданына тәуелділігін өрнектейтін формуланы жазыңыз. Алдыңғы пункттегі тәуелділік графигін тұрғызыңыз. Так. Мұнда y болсын, мұнда x болады. Мысалы қараңыздар, егер шаршының қабырғасы 1 болса, оның да ауданы 1-ге тең болады. Шаршының ауданы 2 болса, онда ауданы 4-ге тең болады. Осылай кете береді. Мінекей. 3 болса 9 болады, 4 болса 16, тағы сол сияқты. Так, а нүктесі 10, так, 100-10 нүктесі функция графигіне тиісті ме? X-іңіз 100, Y-іңіз 10 болатын. Иә, тиісті. Себебі 10-ды квадраттайтын болсақ, 100 шығады. Яғни, мына формулаға сәйкес келеді. Тиісті деп жазып қоясыздар осы 3-ші пунктке. Келесі функция графигі b нүктесі арқылы өтетін болса, n санын табыңыз. b нүктесі арқылы өтетін болса, 9 тең болады, n-нің квадраты, n онда 3-ке тең болады. Так. Егер мата ауданы 9-100 аралығында өзгеретін болса, қабырғаның ұзындығының өзгеру аралығын анықтаңыз. Мата ауданы, мысалы, S 9 бен 100-дің арасында болатын болса, онда біз бүйтіп аламыз. S дегеніміз ол y квадрат 9 бен 100-дің арасында. Олай болса, y-іміз 3 бен 10-ның арасында болады. 3-тен 10-ға дейін 3 бен 10-ды қоса алғанда. Мына жерде S, мынау y, бұл жай ғана қабырғаны белгілеуіміз, x ол ауданды белгілеуіміз. Бұл жерде x пен y-тің орны ауысып кетті деп ойламаңыздар.